Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен қызықты ақпаратпен бөлісетін боламын. Біз бүгін шаштың неліктен ерте ағаратыны жайында айтатын боламыз. Бұл видеоны соңына дейін көруді ұсынатын боламыз. Ал енді шаштың ағаруына байланысты не себептен ағаратынын кезең-кезеңмен айтатын боламын. Біздің шашымызға аз-аздан 1-2 талдан ақша түсе бастайды. Біз оны басында елемейміз, яғни асқынған уақытта көптеп шашымыз ағара бастаған кезде ғана мән беріп қараймыз. Бұл дегеніміз шашымызға бір ғана ақтың түсуінің өзі бізге витамин, яғни минералдардың, витаминдердің жетіспеушілігін айқындап тұр. Сондықтан организмдегі белоктарды, яғни ақуыз бен қан құрамындағы анемияны емес пе адам, сол анализдерге тапсырып көру керек, яғни белок пен анемияға қан тапсырамыз. Содан шыққан результатты өзіміздің дәрігерімізбен көрсетіп, ақылдасып шешетін боламыз. Біздің жасымыз есейген сайын ақшаш көбеймесе азаймайтыны анық. Сондықтан да денсаулықтың қадірін және өзімізде болып жатқан өзгерістерді мұқият, уақытылы анықтауымыз қажет. Біздер қайтеміз? Шашымызға 1-2 ақ түссе, бояумен бояп жасырып қоя саламыз. Ал ол көбейген сайын оның себебін анықтамаймыз. Сондықтан да ақуызға және анемияға қан тапсырып, өзіміздің витаминдеріміздің толық немесе толық емес екенін анықтауымыз керек. Және ақуызға бай өнімдермен тамақтануымыз қажет. Яғни жұмыртқа, сыр, балық, сүзбе, ет, яғни барлық дәнді дақылдар және де түрлі брокколи, яғни жасыл жемістерге басқа артық заттарды қоспай, азанғы уақытта бір жұмыртқаны қайнатып, қасына 1-2 қызанақты турап жегеннің өзі адамға көптеген күш және энергия беретін болады. Сондықтан да тек қана ақуызды тамақтан емес, біз кейде тамақтан ала алмаған нәрсемізді сол витаминдерді толықтыру арқылы және ішу арқылы біз өзіміздің ағзамызда жетіспей тұрған минералдарды толықтыратын боламыз. Сондықтан да жылына 1 рет болса да өз денсаулығымызды тексеріп, қажетті витаминдерді қабылдап, қылпылдап тұрғанға не жетсін. Бүгінгі ақпаратым осы. Бүгінгі тақырып ұнап жатса, комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпаңыздар.